Жанаттық болғың келсе лайк бас. Жанаттың 3 қақпасынан ашық болған қаласаң, комментария жаз. 7 қақпасы барлығы ашық болған қаласаң, тіркел, репост жаса дейді. Қазіргі таңда кез келген ақпарат әлеуметтік желілер арқылы тарайды. Бірінші кезекте өте тиімді, екінші кезекте өте тез. Таралу жолын талдап өтіп кетсек, манипуляция жасау әрекеттері бар. Мәселен, TikTok'та, Instagram'да сен Құдайға сенсең дейді, бейнероликті қара дейді, репост жаса дейді, тарат дейді. Қателеспесем, статистика болған 85% көпшілігі Telegram каналдарына сілтеме өтеді. Telegram каналдарында қадам-қадалай басталады. Бастапқыда закрепленный ақпараттар тұрады. Көрдіңіздер ме? Закрепленныйға өткеннен кейін ол бастапқыдағы канал ашылған бастапқыдағы жерге жеткізеді, әрмен қарай бүкіл ақпараттарды баланың өзі қызығушылығымен сілтемемен өте береді. Іс-әрекет жасайды, таратуға насихаттайды. Егер де сен досың, бауырың, әке-шешең жанаттық болғанын қаласаң, осыны сол кісілерге жібер. Егер сен жанашыр дос болатын болсаң, нағыз дос болатын болсаң, осы ақпаратты досыңа тарат, насихатта дейді. Бірақ ол жердегі ақпарат ақиқатында радикализм, экстремизм насихаттамауы мүмкін. Ол жерде бірақ ақпарат жаңағы каналдағы насихаттаушы азаматтың негізгі дүп деген мақсатына жеткізу. Өйткені айналып келген кезде бір күн ол экстремизм, терроризмге насихаттауы мүмкін. Тек қана теріс діни сенімнен немесе теріс деструктивті діни ағым деген сана ойда жоқ қой. Ол азамат не деп ойлайды? Бұл дін деп ойлайды. Шын мәнінде дін осылай екен деп қабылдайды. Көрдіңіз бе? Сәйкесінше ол жердегі іс-әрекет мынау дұрыс ағым екен, мынау дұрыс емес ағым екен деген таңдауды беру. Қазіргі таңда сізбен біз ақпарат түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз, жаңағы әлеуметтік желілер арқылы ақпараттар таратып жатамыз. Мейлінше кәмелетке толмағандарға, дінді енді алғаш үйреніп жатқан азаматтарға направление беру. Негізгі маңыздылық жұмыстың осы жердегі маңыздылығы осы жерде. Үлкен маңыздылығы.